Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін егіздер белгісіндегі жандарға 2023 жылға болжам. Егіздер, қалдарыңыз қалай? 2023 сіздерге тек жақсылықпен келсін. Жаңа жақсы өзгерістер өмірлеріңізде орын алуына тілектеспін. Так, умеренность, старший аркан. Умеренность бұл өміріңізде болатын өзгерістерді айтады. Кардинальный өзгерістер, бірақ в душе спокойно, главное. Болып жатқан өзгерістерге сіз қатты қуанбайсыз да, қатты ренжімейсіз де. Өзгерістер болып жатыр екен деп, ары қарай өз жұмысыңызды жасап, спокойно жүретін боласыздар. Және де бұл болатын өзгерістер, умеренность, тем более старший аркан, жақсы жаққа қарай болады. Шестерка мечи. Жақындарыңыздан, немесе басқа да бір адамдардан алыстау. Немесе командировочный жұмыс, семьяңыздан алыстау. Немесе алыс жаққа көшу жақындарыңыздан. Барып келіп жұмыс жасау бір жерге. Яғни, даже отношенияда да суықтық пайда болуы мүмкін екінші жартыңызбен. Сондықтан мүмкіндігінше екінші жартыңызбен отношенияны суытып алмас үшін жаңағы кішкене эмоциональный өз-өзіңізге мықты болғаныңыз үшін. Бір үйде тұрып, даже жаңағы жақын қарым-қатынаста сөйлесу, жақсы араласу деген отношения болмауы мүмкін. Яғни отношениядағы суықтық деген сол. Сондықтан мүмкіндігінше семьяға көбірек көңіл бөлгендеріңіз жөн. Әсіресе ер азаматтарға айтылады бұл. Шестерка пентакль. Шестерка пентакль бұл 2023-те көбірек садақа беру керексіздер. Және де жақындарыңыздың тарапынан сіздерге өте көп көмек болады. Немесе сіз қаржылай көп көмек бересіздер. Туған туысқа, жақындарыңызға. Яғни пентакль бұл өз ақшаның картасы, яғни қаржылы жылдардың бірі сіздер үшін 2023. Жаңағы өзіңізге де қаржы жаратуға, және де жақындарыңызға да көмектесуге сізде возможность жақсы болады деген сөз. Келесі бізде тенистая крона. Қандай да болмасын, жаңағы бір ісіңіз, бір жұмысыңыз жүріп келе жатып тоқтап қалса, ол істі, ол жұмысты бір жолата тастап кетуге болмайды. Бұл сізге тенистая крона беретін кеңесі. Яғни, сіз өз конкуренттеріңізден, өз қатарластарыңыздан бірінші бұл істі бастадыңыз, және де сіз алдыда келе жатырсыз. Тек артта келе жатқан адамдарға сәл мүмкіндік беріп күтіп алғаныңыз үшін. Яғни, бұл өмірде жалғыз сіз ғана бұл іспен айналыспайсыз ғой. Басқа да адамдар айналысуы мүмкін. Бұл сіздің бұрыннан армандап келе жатқан жұмысыңыз болуы мүмкін. Немесе осы 2023-те бастайын деп отырған ісіңіз болуы мүмкін. Немесе жұмыс ауыстырайын деп отырсыз. Яғни, бұл іс жүрмей қалды, яғни бұл менікі емес, мен дұрыс шешім қабылдамадым деп тастап кетуге болмайды. Яғни, біраз мүмкіндік беру керексіз. Жаңағы артыңыздағы конкуренттеріңіз, немесе де басқа да адамдардың сіз сияқты дәрежеге жетуіне, сіздің қатарыңызға жетуіне. Сіз біраз дем алып, күш жинап, немесе басқа да өзіңіздің жұмыстарыңызбен айналысып, жаңағы алуға мүмкіндік. Сондықтан жаңағы бастаған істі соңына дейін жеткізуге тырысқандарыңыз жөн. Бастаған істі жарты жолдан тастап кетпеңіз. Сізге берер кеңесім, бұл қандай да болмасын тоқтап тұрса да, бұл істен нәтиже болашақта өте жақсы болады. Сондықтан біраз демалып алуға кеңес береді. Воздушный мост бұл жаңағы
қандай да болмасын, мына өмірде берілген қиындықтарға төзе білгеніңіз жөн. Қандай да бір қабылданған шешім, бұл қате болса да сізден, бұл өмірлік опыт. Сондықтан оған переживать етіп, қайғырып, жаңағы орта жолдан сынуға болмайды. Қателік жібердіңіз ба? Оны түзетеміз. Мына өмірге біз не үшін келдік? Осы өмірде қателік жіберіп, және оны түзету үшін. Яғни өмірлік опыт алу үшін. Біз қателік жібермей, барлығын жауабын білетін болсақ, өмір қызықсыз болып кетеді. Сондықтан воздушный мост, жаңағы жіберген қателігіңіз болса, сіз өзіңіз білесіз, түзетуге тырысқаныңыз жөн. Бұл сізге өмірлік опыт. Жаңағы біреуді ренжіткен болсаңыз, жаңағы кешірім сұрауға тырысқаныңыз жөн. Мирное небо. Бұл жаңағы кез келген мәселені ұрыс-керіссіз шешуге болатындығын айтады. Яғни мирно шешу керек, күшпен, ұрыс-керіспен шешпеуге кеңес береді. Қандай да жағдай болмасын, сіз ақылмен шешім қабылдап, ақылмен ренжіткен адамыңызды кешірім сұрап, бұл мәселені шешсеңіз, өте жақсы жағынан ұтасыз. Және де бастаған істе біраз қиындықтар туындауы мүмкін, қателік жіберуіңіз мүмкін, жаңағы бірақ орта жолдан тастап кетпеңіз. Қандай да бір 2023-те бастаған ісіңіз соңына дейін жеткізіңіз. Себебі соңғы карталардың барлығы өте жақсы түсіп тұр, қараңыз. Денежна түсіп тұр, және де мирная түсіп тұр. Яғни сіз жеңіске жетесіз. Сіздің жұмысыңыз жүреді, тек біраз сабырлық ету керек. Біраз жаңағы тосу керек. Бұл жұмысты тастап, біраз басқа мәселелермен айналысқаныңыз жөн. Мысалға, тастап кеткенде мүлдем тастап кетуге болмайды. Біраз уақыт жүрмей тұрмай, біраз уақыт бұл істі қоя тұрып, басқа істеріңізді айналысып алған дұрыс. Басқа іске көңіл бөле тұрған дұрыс. Сондықтан ары қарай біраз демалып алғаннан кейін ары қарай жалғастырыңыз. Міндетті түрде. Келесі, успех в делах. Яғни жылдың аяғына қарай сіздерде уже жұмыс жақсы болады. Және де басқа қалаға, басқа жерге көшіп қонуыңыз мүмкін. Жер алып, үй салып, немесе үй алуларыңыз мүмкін. Немесе жұмыс бабымен басқа жерге жол жүруіңіз мүмкін. Басқа қалаға көшуіңіз мүмкін. Путешествияға шығуыңыз мүмкін. Және де жұмысыңыз жүреді. Яғни жылдың аяғына қарай бастаған ісіңіз уже ақырын қолға ала бастайсыз. Яғни результат жақсы бола бастайды сізде. Храбрость, сила. Жаңағы өзіңіздің тек күшіңізге, өзіңізге ғана сенгеніңіз жөн. Басқа біреуге сенім артпаңыз. Және де өзіңіздің қиын мәселеңізді, өзіңіздің проблемаңыздың решениясын біреуге сеніп тапсырмағаныңыз жөн. Сіз шеше алмай, сіз қиналған нәрсені басқа біреу оңай шешіп бере алмайды. Сондықтан сізге берер кеңесім, өзіңіз мысалы қателік жібердіңіз ба? Немесе жаңағы өзіңіз дұрыс шешім қабылдамадыңыз ба? Бұл мәселені өзіңіз шешуге тырысыңыз. Біреуге сеніп, проблемаңызды бермегеніңіз жөн. Себебі біреу сізді көре алмайтын адамдар, сатқындық бар. Сондықтан жаңағы сенген адамыңыз сатып кету мүмкін, орта жолдан тастап кету мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше біреуге сенім артпағаныңыз жөн. Келесі, гроб. Бұл жерде енді қорқып кетпеңіздер, болезнь, трудности деп жазылып тұр екен деп. Бұл жерде жанындағы карталарға қараймыз, яғни денсаулықпен рисковать етпеңіз әрине. Денсаулыққа жаңағы денсаулық әр адам үшін өте маңызды ғой, сондықтан денсаулыққа үлкен мән беріп қарағандарыңыз жөн әрине.
Және де бұл сіздегі қиындықтарды жаңағы қалай айтсам болады, 2023 сіз үшін өте бір опытный жыл болады, сіздер үшін. Жаңағы қандай да болмасын мәселені өздеріңіз шешіңіздер. Біреуге сеніп тапсырмаған жөн. Және де бұл жіберген қателік, жаңағы уайымдап, мен жібердім, мен кінәлімін деп өздеріңізді кінәламаңыздар. Себебі бұл жаңағы қандай да болмасын жіберілген қателік, бастарыңыздан өткен қиындық сіздің кесіріңізден емес. Бұл басқа адамның сізге жасаған қастандығы. Или болмаса осы проблеманы шешіп біраз жүре тұрсын, басы қатып деп сіздерге әдейі алдарыңызға алып кеп беруі мүмкін. Сіз ол қиындықтан айналып өткеніңіз жөн. Айналып өтіңіз. Бұл мәселені мен шешуім керек, мен кінәлімін деп жаңағы біреу үшін шешім қабылдап, біреу үшін тырыспағандарыңыз үшін. Мінекей, успех в делах. Сіз одан айналып өтіңіз, шешуге тырыспаңыз деп тұр. Сондықтан мүмкіндігінше қандай да болмасын біреудің жасаған қиындығы үшін, біреудің жасаған сізге сатқындығы үшін жаңағы проблемасын шешуге тырыспағандарыңыз үшін. Ал өзіңіздің басыңызға түскен мәселе болса, әрине, оны шешесіз сіз. Тек біраз уақыт жаңағы уақыт жібергеніңіз үшін. Және де сіз осы күнге дейін араласпай, бір адамды ренжіткен болсаңыз, сөйлеспей жүрсен болсаңыздар, мүмкіндігінше өзіңіз кешірім сұрап, татуласқаныңыз жөн. Жұмыс ауыстыру, или болмаса жұмысқа тұру ойыңызда болса, дұрыс жұмыс шықпай тұрса, жұмыс болады. Тек сәл-ақ күткеніңіз жөн. Енді жылдың басынан бастап деп айтпаймын, жылдың ортасына таман болады жұмыс. Және де ол жұмысқа сіңіп, жақсы результат жылдың аяғында көрсетесіз, әрине. Және де сол тұрып жатқан жеріңізде емес, басқа қалада, және де біраз жерде болуы мүмкін бұл жұмысыңыз. Енді үйіңізге жақын емес дегім келеді. Және де көшуіңіз мүмкін, үй салуыңыз мүмкін, үй алу деген сияқты жаңағы өмірлеріңізде егіздер, өзгерістер болады. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі жыл аман есен кездескенше. Және де каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қанекей егіздер, қанша егіздер бар екен көрсетіп жіберейік.